жүрісіміз болмайды. Бір жұмыс бастайық. Неғып болмайды бұл жүрісіміз? Онда қайт жүруіміз керек. Онда отырып жүріп көрейік. Онда кеттік. Ондай жүріс емес. Бірден айтайын біраздан. Қолмен жүре алмаймын. Құр босқа жүргенше бизнес бастайық деп жатыр. О, қандай бизнес тендермен айналысамыз, а? Или малмен айналысамыз? Түсіндім. Криптовалютаны айтып жатсың ба? Қайдағы криптовалюта? Теплицаны айтып отыр, ол теплицамен айналыса деп отыр. Бір қолдан келетін нәрсені айтсаңдаршы. Енді қандай бизнес? Туған күндерге шығып, ән айтып, тамаша болып, билеп, ақша сазанғамыз. В общем, той бизнес қой. Жақсы идея. Мен келесем кет. Фариза, қашан тұрасың? Мына отырысың, ұят емес па? Отырысыңның несі ұят? Сол, біздің жұмыс істеп сен отырған ұят болып тұр ғой енді. Соны айтам, соған бас жетпейді ма? Айналайындар, маған жұмыс істегендеріңді міндет қылмаңдаршы, істесеңдер нормально істеңдерші. Фариза, жұмысты да бірдей істейді, айлықты да бірдей аламыз ғой енді. Ақша алатын кезде Бану, жаным, жібек, алтыным деп қаласың, ал жұмыс істейтін кезде өйстіп отырасың үнемі. Саған отырған ұнамай тұр ма? Не только оған, маған да ұнамай тұр сен отырған. Бопты онда, мына жерге кровать әкеп беріңдер, жатайын. Мынам ұят оянады ма десем, қайта одан сәл ұятсыз болып кетіп жатыр ғой мынау. Фариза, қазір орнынан тұрмасаң, осы жердің ақшасын Бани екеуміз ғана аламыз. Жолмауыз кемпірге ұқсамай кетші неға. Айналайын, аузыңа байқап сөйле. Тоже мен бастық. Қыздар, не болды сонша бір-бірлеріңіз сонша қарап? Қазір саған көрсетеміз. Давай, жаса. Давай, неғып тұрсың енді? Істеп не болды сонша? Бірақ сценарийің дайын ба? Дайын ғой. Жаңаларын не істедің сен? Сөйлестің ба? Ол жағын ойындама. Онда нақтымыз кетіп барайық. Мен бүгін туған күнім күшті өтетін шығар. Қызым ойламайын да солар шақырып қойды. Аяғым тұрған ба? Не қылдыңдар сонша ханның алдына келген сияқты? Енді сіз ханшайымға ұқсайсыз ғой. Кіру басталды ма уже көңілге? Они мое день рождения делают. Жігіттер, туған күнді қалай өткізесіңдер, айтып беріңдерші. Сценарий бар ма? Ой, әпше ойнамасаңызшы. Чотки, біз Шымкенттегі номера дейміз ғой. Сен де кіріп көңілге? Қандай әншілер, бишілер келеді? Асан Пердешев келеді, Пончи Жорабеков келеді. Әпше ойнамаңыз, күшті қылып береміз туғанымды. Әпше, дайын болған кезде өзіміз звондаймыз. Жігіттер, естеміз, ән айтамыз, билейміз ба? Ән биді қоя тұрш, бізге заказ да түскен жоқ қой. Заказ дегенде уайымдамаңдар, кешке туған күн бар. Жамбыл атаға бізді не үшін шақырдыңыз? В общем, қарындасым, менде бір дерзкий идея бар. Қандай идея? В общем, қазір бәрі тойға шығып қарындасымен ән айтады. Содан не шықты енді? Сол арқылы көп ақша табады. Қой, онда бүгінен бастап мен сен қарындасым. Ақша десе, сразу өзгеріп кетеді. Сол ғой, Әйтпесе жалға ғой. Бұлар дауыстар бар ма вообще? Фонограммамен айтады. Сол да қиын. Тойма туған күн бар, не ол қашан болады? Оның вообще де саған қатысы жоқ. Бұл жерге тек қана жұмыс істейтіндерді шақырды. Қатысы жоқ дегеніңіз, бұдан бой үшеулердің бір топ. Енді біз бір отбасымыз. Сен үйтіп жағын тастамай-ақ. Киімдер дайын ба? О жағын ойындамай-ақ қойсайшы. Соғы, нең бар қыздардың тықылды? Бүгінше, туған күнге осы шығамыз. Келесі тұрға біз шығамыз. Ойбай, қалайсың? Сонда бұлар ақша тауып, біз құр жүреміз ба? Что-то не то. Келесі тойдан бастап шығайық. Сәлем, құрметті қонақтар. Мен сіздермен
азуға сабы бердияр туған күнді жүргізетін және де мен жан досым атын кім еді? Рамазан. Біз екеуміз бүгін жүргіземіз. Мама, а чем они, какие гости? Білмеймін, қызым. Бұлар Кубадан келеді деп ойлаған шығар. Ойбу, еттіп қалды. Бұлар өзі екеу-ақ екен ғой. Соны айтам, біз де бұрынғы сценариймен келіппіз ғой. Басысыңдар ше, неғып тұрсыңдар? Нам скучно. Ал онда біздің қабыл алыңыздар, біздің биші қыздар бар. Осы бидің текстін жаттап алу керек. Әңгімені қарағанда радиодан бишісін ау деймін, я? Қайдан біліп қойдың, бәрі тани бермейді ғой. Мынау действительно сондай екен ғой, я? Мен саған әзілеп айтсам. Енді біздің күміс көмей әншілерімізді қабыл алыңыздар. Мама, мне как-то скучно. Саған ешкім туған күн істелеген жоқ. Көрген досым. Апырайдың балқадиша, оралған белің нәзік, о шіркін қалғадишам. Апши, той қалай өтті? Так, ақшасын бөлсеңізші. Біз қайтайық, мына әнші бишілерді қайтарайық, өзіміз де қайтайық. Сарқы сал жеріміз күшті болып еді. Мне совсем не понравилось. Маған да ұнамады. Так что ақшаларымды бермейміз. Ой, әпші, тыныштық па сіздікі? Беріңіз ақшаңызды өрлеп бағаласаңызшы. Иә? Мына қыздарда ана айдаладан келіп отыр ғой. Соны айтып да, біреу 30 жылдықтан келді, біреу асық атадан келді. Шолақ қорғаннан да бар, если что. Мама, а зачем они свое местоположение говорят? Сенен маған қақта тұрғандығын қызық емес. Қазір полиция шақырып тұрып сүйдір. Ойбай, полициясы емес? Ойбай, әпші, не қыз полиция шақырып? Тыныштық па? Ана билегенге полиция шақыратын болғансыздар ма? Өнер білегенді. Сендер әлі кішкентай боласыңдар. Полиция шақырмай тұрғанда кетіп қалыңдар мына жерден. Негізі бұлар шіріңкеден дұрыс, полиция шақырса бәріміз кетіп қаламыз. Бұлар сосын бізден ақша алады. Кеттік. Алаяқ. Сама ты алаяқ. Қызымнан милар ешінде жоқ түсіне. В общем, аналарды бар ойшы, алаяқ болып шығады ғой. В общем, мен кететін, қаладан көшіп кететін. Милицияларға мен іздеп тауып жіктер. Әсет, şimdi бірден сіз